мәселен мен қарадым, қосалық құрамда бізде Еркебұлан Сейдахмет бар, Арман Кеңесов бар, иә. Сосын алдыңғы шепте Виталий Ладурнус бар. Сосын тағы да басқа. Байдәулетов. Иә, Аян Байдәулетов бар, орталығы шығаратын, иә. Ол айтпақшы, Байдәулетов сборда кейде шабуылшы, кейде орталық қорғаушы болып ойнап жүрді. Иә. Орталық жартылай қорғанысқа мәселен сол Кеңесов пен Аян Байдәулетовті шығарса болар еді деп ойлаймын мен негізі. Енді өзімнің субъективті ойым. Сосын Сейдахметті мәселен Қайратта марқұм Кирилл Кекер, иә. Сосын Құрбанбердиев, қателеспесем, орталық оң жақ қорғаушы ретінде пайдаланды Еркебұлан Сейдахметті. Сосын Парфенов пен Андрей Карпович Кеңесовті сол жақ вингер ретінде пайдаланды Ақтөбеде, мәселен, бұған дейін. Соларды заменадан шығарып ойынды күшейтуге болар ма еді деп ойлаймын да. Я болмаса оларды стартта шығару керек еді, бастап құрамда. Сонда бізде ойын жағынан, физикалық жағынан баланс болатын еді. Бізде Кеңес бабында ма? Кеңес бабында біз кеше матчтан кейін онымен сөйлестік, неге ойнамаған барын сұрадық. Бірақ қазіргі таңда енді бұл жерде қалай бұл ойыншы мен бапкердің арасында коннект жоқ. Хотя кім қалай түсінсе солай түсінер енді. Менің ойымша, как будто мысалы коннект дегенде де адами коннект, сосын жаңағы тактический коннект да. Меніңше наоборот, как раз таки Арман Кеңесов, Еркебұлан Сейдахмет, олар как будто андай Костовтың футболын ойнайтын футболшылар сияқты. Негізі техничный. Техничный, сосын андай умный футбол. Бұл жерде жанкүйерлерге түсінікті болсын айтайын, мен бұл жерде былай коннект жоқ дегенде былай, мәселен бір бапкер басқа ойыншыны сұрайды да, оның орнына басқа ойыншыны әкеледі. Сондай түсініспеушілік орын алған бұл жерде. Мәселен, мен Ернарды сұраймын, Ернардың орнына Аронды әкеледі. Сосын мен айтам, жоқ, маған Арон керек емес. Тұрамда мен принципиально сені шығармаймын, короче. Вот сондай әңгіме бұл жерде. Ортада Кеңес қалып қойды типа да. Кеңес өзі бізге солай айтып отыр. Вот сондай әңгімелермен, білмеймін енді, бұл жерде тактический гибкость керек, тренерский шамалы не керек? Мудрость керек. Мудрость керек, сосын мен жаңағыдай бүкіл мәселенің, бүкіл проблеманың барлығын физикалық даярлыққа, сосын біздің заменадан шығаратын ойыншылардың жоқтығына бүйтіп ысырып тастай алмаймын ғой, мәселен. Маған результат керек қой, мен қазір осы ойынға мен тағдырым байланысты. Сен барлық жаңағы на войне все средства хороши дейді ғой. Бүкіл